Сәлем достар, біз оразаның 17-ші күніне тефтелиден сорпа істеймін. Ол үшін маған керек нәрселер: еттің 3/1 немесе 4/1 бөлігіндей болатын көз мөлшермен пияз, және 3/1 немесе 4/1 бөлігіндей болатын күріш керек. Ең бірінші күрішке ыстық қайнап тұрған суды құйып бұқтырып қоямыз. Одан кейін ет пен пиязды араластырып, фарш етіп ұсақтап аламыз. Мен етті комбайнда соқтаймын. Фаршымыз дайын. Жарты шай қасық тұз, шай қасықтың ұшымен қара бұрыш, бір жұмыртқа. Жұмыртқадан соң бұған дейін суға бұқтырып қойған күрішті суынан сорықтырып, сүзіп тұрып саламыз. Барлығын қолмен жақсылап араластырып, шамамен дөңгелектеп қазанымызға орналастырамын. Қазанға орналастырып болдым. Енді оған бір лавр жапырағын қосам. Бір кіші сәбізді жұқалап турап, жарты сағатта пісетіндей етіп тураймын. Және бірнеше бас картошканы да жарты сағатта пісетіндей көлемде турадым. Аздап тәтті бұрыш және бірнеше аскөктің тамырын қосамын. Бетіне су құямын. Су құйғанда абай болу керек. Еттерге тиіспей, еттің сыртынан құйылатындай мүмкіндік жасап құю керек. Сорпаның дәмі кіретіндей жарты шай қасық тұз саламын. 3/1 шай қасық палауға арналған дәмдеуіш саламын, себебі сорпаға бұның түсі шығады. Қақпағын жауып, бір бұрқ еткізіп қайнатамын, содан кейін төменгі отқа қоямын. Төменгі отта 20-25 минут піседі. Енді қараймыз. Міне, осылай бір бұрқ етіп қайнап жатқан кезден бастап, бірден отын ақырындатып тастаймыз. Егер қатты қайнап кететін болса, олар бір-бірінен ажырап, өте тармақталып кетеді. Сондықтан ақырын отта әрі қарай 20-25 минут қайнатамыз. Тамағымыз пісті. Пешін өшіріп, құйып аламын. Қалаған аскөгімізді себеміз. Астарыңыз дәмді болсын.